Былтыр қазан айында болған Қызылордадағы қанды оқиға екі жастың дәл осылай жанжалдасуынан басталған. Ақырында Руслан Отарбаевқа әйелін аса қатыгездікпен өлтірді деген айып тағылды. Күдікті сол күні достарымен караоке бардың бірінде заңды некедегі жарының туған күнін тойлаған. Алайда бойжеткеннің туған әпкесі Жұлдызай Шәдиева сіңілімнің өліміне Руслан Отарбаевтың туыстары да кінәлі дейді. Медициналық сараптама бойынша ол кезде уже ажар қайтыс болған екен. Сол уақытта бірге жүрген, қасында ағасы мен жеңгесі бірге жуындырған, ойласқан, бөлмесінде шифонерінің ішінен киімдері мен украшенияларын алып, ажардың өзін машинаға салып, қайда екенін білмеймін, алып кеткісі келген, бірақ мамасының звондап қалуына байланысты тездетіп үйіне кіргізіп, қайтадан шомылдырып, жатқызып қойған. Осы істің басқасында жүрген заңгер Саида Сүлейменова да прокурор біздің дәлелдер мен айғақтарға құлақ аспады дейді. Өйткені бұл 3 баласы бар әйелді аса қатыгездікпен өлтірген топтасқан қылмыс екенін айтады. Айтуынша бұған қатысы болуы мүмкін тәртіп сақшылары да бостандықта тайраңдап жүрген көрінеді. Сколько сигналов о том, что вот женщину избивают, убивают. Сол күні 102-ге әйелді сабап жатыр, өлтіріп жатыр деген бірнеше хабарлама түскен. Телефон шалған караоке бардың маңында тұратын тұрғындар. Алайда кезекшілікте болған 15 полицейде оған мән бермеген. Оқиға орнына барған тәртіп сақшылары да жерде қансырап жатқан әйелге көмектеспеген. Зерттеу барысында 15 полицейдің бірі күдікті Руслан Отарбаевтың бір мектепте оқыған жақын танысы болып шықты. Ал күдіктінің анасы ұлым келінімді аса қатыгездікпен емес абайсызда мерт қылды дейді. Уақытша ұстау изоляторында отырған Руслан Отарбаев анадан жетім қалған балаларын сағынып, бұл үстіне қатты өкінетінін де жеткізген. Оны жаңа пышақ тақайтын менің балам ондай жауыз емес, пышақпен жүгіріп жүретін о жерде. Сосын менің балам оның өлетінін даже білген де жоқ. Білмеймін, мен жылай берді, мен шын ба деп сұрай берді. Ажар қайтыс болды ма деп жылай берді, сенбей. Қазір қанды қылмысты сот қарап жатыр. Марқұмның өліміне тағы кімнің қатысы бар екенін тек құзырлы органдар анықтайды. Ал көз жұмған келіншектің балаларын анасы, яғни нағашы әжесі қамқорлығына алған.